Қазақ елі, қалайсыздар? Қал жағдай, денсаулық, үйші мал жандарыңыз аман есен бе? Март апрельский қозылар, еркек бәрі. Бұл енді кешегі Астау осы тұрған жерден 45 сантиметр биіктікте тұр. Арасы, рейкалардың арасы 25 сантиметрден, лайнан арасы 35 сантиметр. Астаудың тереңдігі 25 сантиметр, лайна 40. И мына борт тағы да 40 сантиметр бұлайынан. Лайна 40 сантиметр. Таңғалтта жем, то есть таңғалтта шөп, 9-да жем, таңғы 9-да. Содан түскі 2,5-ға дейін тұрады. 2,5-да су. Мынау қазір түскі шөбі 3-те салынады. Кешкі 6-да тағы да шөп салынады. Сосын кешкі 9-да жем береміз, болды. Сонымен жатады таңғалтыға дейін тағы да. Осындай шөп, 12 түрлі шөптер бар. Жантақ, жапырақ, шырмауық, пішен шөп, тағы да бірталай шөптер бар арасында. Мынандай шөп әр түрлі. Мынау майда тұз. Бұған тотиен қосып қойғанмын. Көгілдір болып тұрған осы мына тотиен қосқанмын. Медный купорос дейді ғой. Ол бауыр, ішек, асқазан құрттарын тазалайды. Осы мына қолымызда бары. Бұл тоқтықошқарлар әзірге 2 мезгіл жем, 3 мезгіл шөп, 1 мезгіл су ішіп тұр. Осы мына бар жалпы жағдайы. Мына тостақпен тартылған бидайдан, мына тостақпен 10 тостақ бидай и мынау 10 тостақ жүгері, мынау тартылған жүгері. 10 тостақ бидай, 10 тостақ жүгері, мына тостақпен. Мынандай шараға саламыз, араластырамыз. Сон береміз 25 қошқарға. 2 мезгіл. Кешкі 9, қазір береміз осы 25-қа. Таңертең кешкі 2 мезгіл. Осылай мені 6 ай береміз. 6 ай майдың аяғы, 5 ай декабр, 6 ай жейді. Сосын көреміз не болатын, қанша килограмм вес беретін. Мына жеп тұр. Кешкі 9-дағысын жеп атыр мына. Мойында қызыл жібі бар, сатылмайды. Бұл біреу, екіншісі, мынау біріншісі. Мынау сатылуы мүмкін, онда ойланып көреміз. Бағасы, жағдай,
саудасы келісіп жатсақ сатылады. Ұрықтыққа, бірақ етке емес. Түркістан облысы